Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Сіздерге бүгін STEM бағдарламасын сабақта қалай енгізуге болатынын көрсететін боламын. Сабақтың тақырыбы туған күн балмұздағы. Мақсаты қысқа уақытта балмұздақ жасау. Алдарыңызда Айша деген қыз. Бүгін Айшаның туған күні. Достары сыйлық әкеліп, қонаққа келіп жатыр. Айша балмұздақты өте жақсы көреді. Анасы тосын сый ретінде балмұздақ жасамақшы болады. Бірақ туған күнге арналған балмұздақтар дайын емес. Қобалжудың қажеті жоқ. Оның жауабы бар. Ол үшін біз физика және химия білімдерін еске алып, қолдануымыз керек. 8-ші сыныптан білетіндеріңізде заттың 3 агрегаттық күйі бар. Ол мұз, су және бұлт. Агрегаттық күйлері қатты, сұйық, газ болып бөлінеді. Қатты дененің құрылысына қарайтын болсаңыздар, ол белгілі бір тәртіппенен кристалл тәрізді орналасқан. Ал сұйыққа қарайтын болсаңыздар, молекулалардың ара қашықтықтары тығыз орналасқан және де бейберекет орналасқан. Ал газ молекулаларына қарайтын болсаңыздар, олар бір-бірлеріне ара қашықтығы өте алшақ орналасқан. Күнделікті біз табиғаттан көретініміз ол жауын-шашын, булану, яғни ол конденсация деп аталады. Немесе осы процестердің бәрі белгілі бір айналыммен жүріп жатады. Ол физиканың заңдылықтары. Мысалы алатын болсақ, қатты денеден сұйыққа айналу ол балқу деп аталады. Немесе сұйықтан қаттыға айналу ол кристалдану. Ал сұйықтың газға немесе газдың сұйыққа айналуы булану және конденсация деп аталады. Солардың ішінде кейбір біз қолданатынымыз қаттыдан газға немесе газдан қаттыға, яғни сублимация және десублимация деп аталады. Өзімізге бір сұрақ қояйық. Тұз бен мұзды қосқан кезде не болады? Тұзды мұзға қосқан кезде қатты күйден сұйық күйге өту кезеңі орындалады. Алайда балқу кезінде басқа материалдар сияқты қоршаған кеңістіктен жылуды, дәлірек айтқанда энергияны сіңіреді. Ал егер ол сіңіп кетсе, онда температура төмендейді. Тұзды мұзға қосу процесін біз күнделікті өмірде қолданамыз. Төменгі температурада біздің көліктеріміздің терезелері мұздақтанады. Сол мұздақты кетіру үшін тұзды қосу арқылы ерітіп көлігімізді тазалауға болады, немесе көшелерді мұздақтардан кетіруге болады. Бірақ та бұның кері әсері де бар. Егерде тұз қосылған мұзды біз қолымызда ұстайтын болсақ, біз күйік шалуымызға әбден мүмкін. Мұз бетінде квазисұйық, судың ең жұқа қабаты бар. Оны мұз кристаллынан бөлініп шығатын ең жылдам молекулалар құрайды. Нөлден төмен температурада бұл молекулалар көп ұзамай қайтадан кристаллға дейін қатады. Осы квазисұйық қабатта еритін тұз молекулалардың концентрациясын аздап төмендетеді. Олардың сұйық фазадан қатты затқа оралуын бәсеңдетеді. Сонда мұз ериді. Біз жұмысымызды сәтті өту үшін мынадай қағидаттарға бөлдік. Факт: туған күн егесін қуанту керек. Туындаған ой: балмұздақ жасау. Жоспар: балмұздақты суыту. Ал енді зерттеу, еру процесін қолданып, осы мақсатқа қол жеткізу. Жұмысымызды бағалау критерийіне қоятын болсақ, қауіпсіз, ыңғайлы және оңай, жылдам және тиімді болу қажет. Алдарыңыздағы мысалды көргендеріңіздей, мұз бен тұзды араластырған кезде мұздың балқу температурасы төмендейді. Яғни, ол төменгі температурада ери бастайды. Тұз бен мұздың жақсы қатынасында -22 Цельсий градус еруіне қол жеткізуге болады. Су жылуды мұзға қарағанда әлде қайда жақсы алады. Ал балқудың өзі жылу сіңірумен жүреді. Сондықтан төмен температурада балқитын тұз бар мұз жылуды жай мұзға қарағанда анағұрлым қарқынды түрде жояды. Осылайша бұл қоспаны қолыңызға ұстау сияқты кезінде суық жарақатқа алып келуі мүмкін. Сондықтан да қауіпсіздік ережесін сақтану үшін сіздер сүлгіні қолданып, орап жұмыс жасауларыңыз қажет. Ал енді салыстырып көрейік. Алдарыңызда бізде екі тостақанша тұр. Біріншісіне біз
тек мұз ғана қоямыз. Екіншісіне біз тұз бен мұзды араластырамыз. Содан кейін біз JLX құрылғымыз арқылы температураның 1 минут уақыт аралығында қалай өзгергенін көреміз. Енді біз мынаған тұз салайық. Енді біз бұның 1 минут уақыт аралығында қаншалықты температураның өзгерісін білейік. Қазір температуралар шамалас бірдей. Бізде мынау температура бір жоғарысы болады, екінші температура 2 болады, астыңғысы мұз болады. Уақытты таймерді бастайық. Таймер басталды. Ал енді көрейік. Стоп, уақыт болды. Алдарыңыздағы мәліметтерге қарасаңыздар, 1 минут уақыт аралығында сол жағындағы тек мұз қоспасы 0,7 Цельсий градусқа жетіп отыр. Оң жағындағы мұз және тұз қоспасы -9,8 Цельсий градусқа жетіп отыр. Қорытындылай келе бұл экспериментіміз тиімді екенін көз жеткізіп отырмыз. Келесі кезекте жұмыс барысына кірісейік. Керекті құрал жабдықтармен таныстырып өтейін. Ең бастысы бізге мұз және тұз. Және де бізде таймер керек болады, бірнеше пакетиктер және салафандар керек болады. Және бізде сүт қажет болады. Және де бізде қауіпсіздік ережесін сақтау үшін мұзбенен жұмыс істеу кезінде қолымызға күйік алмау үшін мұздақтан бізге 2 полотенцалар керек болады. Енді біздің мақсатымыз не? Біз балмұздақты тұзбен қосылған қоспадан және тұзсыз қосылған қоспа арқылы біз балмұздақты жасап тексеріп көрмекшіміз.
Қорытындылай келе, біздің жұмысымыз қауіпсіз, ыңғайлы және оңай болды. Ең бастысы жылдам және тиімді. Сіздердің де бұл жұмыс қолдарыңыздан келеді деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Балмұздақтарыңыз дәмді болсын.